Мен Татибекова Айнұр Андабековна, Жамбыл облысы Тұрарсқұлов ауданы Абай атындағы шағын орталықты орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Үздік педагог 2023 республикалық конкурсының жеңімпазы ретінде мұғалім Talks кейс платформасына қатысудағы мақсатым мұғалімнің ең ардақты, ең жауапты мамандық екеніне көз жеткізе отырып, дарынды, жасампаз, креативті шәкірт тәрбиелеудегі талап, теория, тәжірибе атты үштаған іс тәжірибемен бөлісу болып табылады. Кім-кім керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын деп Хакім Абай айтпақшы. Қазақтың қара домалақ балаларын тәрбиелейтін ұстаздар өзіне керегін түртіп алса деймін. Талап, теория, тәжірибе үштағанында дұрыс бағытталған іс-әрекеттің жеңісін оқушы көрсе, жемісін ұстаз көреді. Аталмыш үштаған тиімділігін дәлелін оқушыларымның Абай оқуларындағы жалпы білім беретін пән олимпиадасы, абайтану олимпиадасы, Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пән олимпиадасы, зерде ғылыми жобалар байқауы секілді байрақты бәсекелердегі жеңістерінен көруге болады. Талап, теория, тәжірибе үштағанында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні бойынша пән олимпиадасына қажетті үздік тапсырмалар жинақталып, теория яки ереже, тиімді талдау түрлері, эссе жазудағы ұстаным үлгілері бар. Абайтану олимпиадасы. Талап, Абай мұрасын танып білуге деген талап пен еңбектің үйлесімі табуы болып табылады. Теория, Мекемтас Мырзахметұлының абайтану еңбегімен, Абайдың өлеңдер жинағымен, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясын оқып, түсіне білу керек. Тәжірибеде эссе жазып, талдау тапсырмаларын орындап, Абай жолы роман-эпопеясынан берілген үзінділерді тауып, абайтанушылардың еңбегін оқуы керек. Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті олимпиадасы. Талап, Қанипа Бітібаеваның қазақ әдебиетін оқытуға арналған еңбектерін түйсінуге, терең ойлауға деген құлшынысы болу керек. Теорияда Қанипа Бітібаеваның әдебиет сабаған түрлері мен үлгілері, әдебиетті тереңдетіп оқыту, Мұхтар Әуезов туындыларын мектепте оқыту секілді еңбектермен танысуы керек. Тәжірибеде оқушы эссе жазып, талдау тапсырмаларын орындап, пәндік білім мен Қанипа Бітібаева шығармашылығына деген қатысты тапсырмаларды орындайды. Әліби Абайдың 300 өлеңін, 2 поэмасын, ақын шәкірттерінің 79 өлеңін, Абайдың 40 қара сөзін жатқа біледі. Мұғалім Talks кейс платформасына қатысу арқылы өз әріптестерім талап, теория, тәжірибе үштағанында тиімді жүзеге асырылған іс-әрекеттен бағыт-бағдар алып, табысты еңбекке қол жеткізсін. Соның нәтижесінде жаңа Қазақстанымыздың тұтқасын ұстары білімді, функционалды сауатты тұлғалар көбейе берсін. Ел аманатын арқалаған ұстаздардың еңбегі әрқашан толағай табыстарға толы болсын.